Аштық құрбаны. Бірінші бөлім. Авторы Бейімбет Майлин. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Боран, қар бораны. Қар бораны емес-ау, қан бораны. Желі ұйытқып соққанда тұншықтырып дем алғызбайды. Қары майда жабысқақ емес, тікенектей қатты. Бетке тисе, қарып, қан сөліңді сорып алғандай. Қатын-ай, үйдің іші құр азынап кетті ғой, тағы бірдеңе тауып жағасың ба, деді Қайрақбай. Аласа, тар жер үйдің іші ит байласа да тұрғысыз. Есігінен, терезесінен жел азынап, үйдің іші қарауытып кеткен. Қайтейін байғұс, отқа жағатын не қалды дейсің? Лапастың төбесін әлдеқашан жағып бітірдік. Қар астында қалған азын-аулақ саңылтырын Дәмеш екеуміз әлгіде қазып алып жақтық. Шырынкүл пештің алдына отырып, сөніп бара жатқан оттың шоғын шыпшамен көсеп тағы бір жайнатып қойды. Жанып біткен қамыстың шоғы қанша ұзаққа барсын, дегенше болмай сөніп қалды. Шырынкүл шын налыды. Құдай-ай, жоқшылықтың да шегі болмайды екен ғой. Қара судан басқа ішетін ұрттам тамақ жоқ. 2 күннен бері дым таппай жүрек қарайып отырғаны мынау. Мұның ар жағында не болмақшы, не қыламыз, немен күн көреміз? Көзінен бүртік-бүртік жасы ыршып шығып, бетін жуа сала берді. Жақ сүйегі сорайып, 2 көзі аларып, еңсесі түсіп Қайрақбай отыр. 2 көзі жаутаңдап, әкесінің шоқпыт көпісіне орана түсіп, 8-9 жасар бала таңсық жатыр. Бәрінен де қайғылы, бәрінен де жүдеу. Біресе жылаған шешесіне, біресе еңсесі түскен әкесіне қарап, жаутаңдап Дәмеш отыр. Дәмештің қазіргі түрі адам шошынарлық. Бұдан 2-3 ай бұрын адам сұқтанарлық келбетінің ешбір ізі қалмаған секілді. Дәмешті мүжіген жалғыз аштық емес, басқа қасірет бар. Қайрақбайдың баласы Дәмеш пен Таңсық. Таңсықтың қолынан іс келмеді. Дәмеш бала емес, биыл 16-ға шығып тұр. Жұрттың 16-дағы баласы кісіге жалданып, я үйінде кәсіп істеп, әке-шешесін асырап отыр. Дәмеш мұны істей алды ма? Балам деп мәпелеген, асыраған, өсірген әке-шешесіне қысылшаңда Дәмеш не көрсетпекші? 2 күннен бері дым сызбастан аш отыр. Енді неше күнге шыдайды? Шыдамағанда қайтпекші? Ұлтарақтың үйі құсап, қол ұстасып шұбырып кетпекші ме? Шұбырып жүріп кешегі рахымның шомын жастана жатып, қатып қалмақшы ма? Дәмеш мұны ойлағанда от боп күйіп кетеді. Әке-шешесінің осы күйге түсуіне өзі себепкер болған секілденеді. Құдайым-ау, неге еркек боп тумадым? Еркек болғанда ең арқасы, біреудің есігінде жүрсем де, қайыр сұрасам да, әке-шешемді мұндай қысылшаң күйге түсірмес едім деп ойлаған сайын еңіреп алады. Үй іші қара күңгірт тартып бұлдырлай бастады. Пеш болды, жағатын жарық қылатын шам қайда? Пешке арқасын сүйеп, бүрісіп Қайрақбай жатыр. Қайрақбайдың қолтығына басын тыға Таңсық жатыр. Таңсыққа басын салып Дәмеш жатыр. Жалғыз Шырынкүл байының бас жағында қызықтай боп қақиып, тізерлеп ол отыр. Ой терең, ойлап кеп күрсінгенде жүрегі жарылып кеткен секілді болады. Дала болан, жел ысқырады, ұлиды. Сақылдап күлгендей болады, сарнап жылағандай болады. Қараңғылық түнеріп, тұлданған күннің ызғарымен әлемді құшағына алып, тұншықтырып бара жатқан секілді. Есік алды сықырлағандай болды. Сипалап есікті ашып, тәлтіректеп бір адам үйге кірді. Уа, бүгінсің? Құдайым иманмын. Байғұс-ау, бізде не бар дейсің? Кел. Өзімізді таба алмай ұлып отырмыз, байларға барсайшы. Аяғын сықырлатып, мейман аз кем тұрды да өлімсіреген дауыспен мұңын айтты.
ашпын, жаяумын, ешкім есігінен қаратпады, тым болмаса түнеп шығуға рұқсат етсеңіздер. Шырынкүл күрсінді. Жата ғой, деді. Әй, басыңды көтересің бе? Деп Шырынкүл Қайрақбайды оятты. Не айтайын деп едің? Манағыны қайтеміз? Қайрақбай жауап бермей, басын салбыратып отыра берді. Сен жасы берме, Құдайдың салған ісіне көну керек. Көре біле өлеміз бе, қырыламыз ба? Сен бата алмасаң, мен-ақ айтып көрейін. Қайрақбай әлде уақытта барып, мейлің, деді. Қалқам, Дәмеш, ау әже, басыңды көтер, біз сорлы болдық қой. Біз өлуге қалып отырмыз. Біз енді қайтпекпіз. Қайтейін, әже, қолымнан келетін нәрсе болса, басымды құрбан қылсам да, сендерді құтқарар едім, бірақ қайтейін. Дәмеш көзінің жасына булығып, сөзінің артын бітірмей тоқтады. Қалқам, Дәмеш, ау әже, сен білесің бе, бізге өлімнен құтылатын бір жол табылып отыр. Әжетай, айтшы, қолдан келетін іс болса құтылып бағайын, тым болмаса өзіміз құтыла алмасақ, таңсықты құтқарайық. Оны істесек, бәріміз де өлімнен құтыламыз. Айтшы, әжетай, айтшы. Шырынкүл біраз күрмеліп отырды да сөзін бастады. Қалқам, өткен жайдың несін айтайын? Өзің де білесің, сені жасыңда күйеуге беріп қойып едік, былтыр күйеуің өлді. Әмеңгерім деп қайнаған қатың үстіне алғысы келеді. Мен де әкең де төбе шашымыз тік тұрып, сені айырып алуға жан салдық. Айналдырған 4-5 қараны сапырып, байдан алған қалың малдың 4-еуін бердік. Нақ ол күнде сені айырып алудан басқа біздің ойымызға еш нәрсе келмеді. Біздің бар тілегіміз сені теңіне қосып, қызығыңды көру еді. Бірақ Құдай онымызды қос көрмеген секілді. Біз тұңғиық жарға кезбіп отырмыз. Бұдан шығудың амалын қарастырмасақ, бәріміздің де өлгеніміз. Бәріміз өлмей, біріміз ғана өлейік десек, ортамыздан сені құрбан қылғалы отырмыз. Сені сатқалы отырмыз. Әжетай, мен шынымен пұл болам ба? Мен пұл болып әжеттеріңе жарасам, сендерді өлімнен алып қалатын болсам, 1000 жаным болса да қидым мен садақа. Рас айтасың ба, қалқам? Рас айтам, әже, мен құрбандыққа әзірмін. Ендеше сені Тілеумағамбет тоқалдыққа сұрап отыр. Мал бермейді, үй ішімізді қысыртан асырап қана шығады. Дәмештің жүрегі мұздай боп, тұла бойы қалтырап қоя берді. Тілеумағамбет 60-қа келген шал, бай, 2 баласының еншісі, басқа 2 қатыны бар еді, тоқалы биыл жазда өлді. Апырмай, өлейін деп отырып, қызды қайтеді екен. Өзі өлгенше қатын үстіне болса да балаларының біріне неге әпермейді екен? Болса да сатылатын болған соң, тым болмаса бір жас жігіттің дұршар болмауын қарашы. Дәмеш отырған күйі қалшиып қатып қалды. Еңіреп жылағысы келіп тығылса да, әжесі ренжіп қалама деп қысылып түстеніп үнін шығармады. Көзден шұбырған ыстық үнсіз жас бетін бояп қойнына құйылып жатты. Төр алдында жатқан мейман тіленші ыңырсыды. Түс көрді ме қалай сандырақтап сөйледі. Ой қатын, нан күйіп барады, нан. Табадағы нанды ал, маған бір үзім берші, деді. Нан үшін жұрт не қылмай жатыр, шұбырып кетіп жатыр. Жүрегі үзіліп, аштан қырылып жатыр. Әке-шешесі үшін құрбандыққа атап, Дәмеш сияқты қыздар құнсыз бәске сатылып жатыр. Әй, аштық-ау, қылдың-ау, қылдың. Қалқам, Дәмеш, деп Шырынкүлдің даусы қалтырап шықты. Ау, әжетай, әлгіні қайтесің? Көндім, әже, көндім. Сендер үшін, жас нәресте, таңсық үшін, бір түгілі 1000 басым болса да қидым. Мен құрбан, мен аштықтың құрбаны, деді. Жалғасы бар.